айтпасым болмады да. Бағана Тоғышар университеті Болат ағам айтып отыр, мына бауырым айтып отыр, мысалы иә. Сосын орыстың несін сайқал саясатына байланысты әңгімелі сөздер болып жатыр мемлекетте. Мынандай жағдай болды. Мен мына Алматыда, сосын жаңағы Ташкентте архивтерде жұмыс істедім. Архивте жұмыс істеген кезде өте құпия деген жаңағы белгі қойылған документті көрдім. Кауфманның дерегін көрдім. Ташкентте Кауфманның дерегі. Шермен экспедициясы бар ғой, сол Шермен экспедициясының жаңағы отчет екен да. Соны қарап отырсам бір жапырақ қарасыз, өте құпия деген. Сонда былай деп жазыпты, жаңа ағалардың бәрінің, Еменай ағайдың сөздерінің, бәрінің сөздеріңіздің тоқ көтер түйіні. Бауырым сенің айтқан сөзіңнің тоқ көтер түйіні. Бүйтейін, мына қазақ деген халық дейді. Жаңа экспедицияның қорытындысында. Қазақ деген халық қалмақтар сияқты, одан кейін мынау башқұрттар сияқты, басқа халықтар сияқты оңайлықпен жаңа берілмейді дейді. Бұларды оңайлықпен өзіңізге қарату өте қиын дейді. Бұлар өте жауынгер халық дейді. Сосын жаңа батыр халық. Тазалығы бар ғой, тазалығы, дәстүрі бәрін жазғанда, бұл қазақ дейді, осыншама жақсы қасиеті бар, мыншама жаман қасиеті бар деп бар ғой, біздің жақсы қасиетінің, жаман қасиетінің бәрін біз қойыпты. Соның ішінде 11 түрлі жаман қасиетіміз бар екен, 13 түрлі жақсы қасиетіміз бар екен. Мен соның бәрін жазып алдым директорға. Сонда біздің ұлтжандылығымыз, тазалығымыз, дінге оншама шамалы өте берілмегендігіміз, үлкенді сыйлайтындығымыз, оның бәрін жазған, ақын жандылығымыз, бәрін жазып кетті. Сонымен қоса бұл қазақтың жаман қасиеті дейді. Сөзге еретіндігіміз, атақ құмарлығымыз, сосын жаңағы өсерген сөздер жаңағы. Енді ұзын сөздің қысқасы бұның бәрін жазып келгенде, бұл қазақты өзімізге қарату үшін дейді, өзімізге бағындыру үшін бір-ақ жол бар дейді. Ананың жазған дерегінде. Бұны орысша оқыту керек дейді. Бұл 19 ғасырдың 67 жылы жазылған, 1867 жылы. Орысша оқыту керек дейді. Орысша оқытып дейді, орысша оқытып. Бұның санасын дейді, ойлау жүйесін бір қоя, өзгеріс әйтпесе мынаны орысша оқытпасақ дейді. Бұны бағындыру мүмкін емес дейді. Сөйтіп орысша оқытып, бұның санасын өзгерту керек. Орысша мектептерді көбірек ашу керек, орысша көзқарас. Міне жаңа сіз айтып отырсыз ғой болса 30 жылдың нәтижесі деп. 30 жылдың нәтижесі болғанда орысша оқығандардың санасы қазір әлде де Ресей қарап отырсаңыз, байқап отырсаңыз, ана бейіттегілердің бәрі орыс тілде оқылғанда, қазақ тілінде бір как будто жаңа ұлтшыл, бір как будто бір жаман сияқты қарайды. Тіл мәселесі болғанда. Сол кезде мына 19 ғасырдың 1867 жылы ана документ көрген кезде мен жағамды ұстадым. Жағамды ұстап, оны мақалап та шығардым, айтатын жерде айтып та жүрмін. Сонда мына қазақты құртудың бір-ақ жолы дейді, бұл орысша оқыту керек, бұл санасына өзгерістеңіз керек дейді. Ал ол 1867 жылға дейін қазақтарда орысша оқыту деген нәрсе басқа деген болмаған. Жаңа айтып отырсыз ғой, Ирандағы келген қазақтардың сақталып отыр, басқа жаққа келген сақталып отыр, дәстүр салтын сақталып. А вот орысша оқығаннан кейін бар, өзгеріске ұшырайды дейді. 19 ғасырдан жаңа 67 жылдан басталды ма? Одан кейін 20 ғасыр толығымен басталды ма? Арақпен орысша оқыту басталды. 21 ғасырда нәтижесін көріп отырмыз ғой. Мына сіздер де жаңа айтып отырсыздар ғой, ұлттық құндылық басқа. Ұлттық құндылық барлығын жөндейтін бірақ нәрсе бар, қазақтың тіліне қайту керек.